Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында макси чай дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 штук көк шай, 300 грамм лимон, 2 штук лимон турасаңыздар 300 грамм шығады, және 200 грамм қант керек. Қайнап тұрған суымызды оттан алып, бірден көк шайымызды саламыз. Түсі шыққанша осылай араластырамыз. Одан соң үстіне лимондарымызды салып, бір араластырып жібереміз. Кейін оның үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін көк шайымызды алып тастаймыз. Одан кейін суытып алатын боламыз. Міне шамамен 3-4 сағат өтті. Соусымыз толықтай суыды. Енді сүзгінің көмегімен барлығын сүзіп алатын боламыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Дүкендегі макси чайдан ешқандай айырмашылық жоқ. Салқындатып ішсеңіздер тіпті ерекше дәм береді. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Сымбат.